Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім үйде жасайтын блинчикінің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Ең дұрыс рецепттерінің бірі блинчики жасау үшін алдыменен бізге 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқаны жарып аламыз. Олар қып жасайын десеңіздер, көбірек қоса бересіздер осы рецепт бойынша. Осыған тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз. Мен тәттілеу қылғым келіп тұр, сондықтан мына жерде қантты көбірек қостым. Осыны жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Жақсылап ерітіп алдым. Енді осыған жаңа сүтімізді құямыз. Жерден електен өткен ұнымызды саламыз. Осыны жақсылап араластырып, күйін болып қалмас үшін араластырып аламыз. Енді осыған сұйық майымызды құйып аламыз. Кішкене жылы су күйіп жіберемін, көп емес. Мына жерде тағы да кішкене жылы сүт құйып аламыз, көп емес. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Мына біздің тестамыз дайын болды. Енді пісіре берсек болады. Тапанызға май құйып аламыз, жақсылап. Тапаны қатты қыздырып аламыз, қыздырған күйінде пісіре береміз. Тапанызға блинчикімізді құйып аламыз. Жолный болады, өзі тесік-тесік болып. Осылай. Осылай жерлеп сары май жағып аламыз бетіне. Ыстықтай